Игорь Гончаров, Светлана Миронцева тікелей Голливуд қаласынан сіздерге байланысқа шығып тұрмыз. Жаңалықтар басылғанда қалай басылады? Дәл қазір біз Лос-Анджелес қаласында өрт болып жатқан мекендерді аралап жүрміз. Өтірік выдуманный канал айтайықшы. Мен шаһар арнасының тілшісімін. Ассалаумағалейкум достар. Алдындағы 2 минут вода әңгіме үшін, су әңгіме үшін кешірім сұраймын. Қалайсыздар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Дәл қазір біз Голливуд қаласының бөктейлерінде жүрміз. Бөктейлері деп айтатын бет. Міне қараңыздар. Жалпы енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Біз жақтарда, Лос-Анджелес жақта, ол жақта өрт болғанын, сол кездерде өте көп фейк ақпараттар болды, видеолар, фотолар. Сол жайлы кішігірім әңгімелесіп кетіп, және өрт болған жерлермен демей қойын, ол жақтарға кіргізбейді шығар. Аза кіргізбейді да ол жаққа. Прям ана аудандар бар ғой, жанып кеткен. Үйлер ол жаққа кіргізбейді. Кіргізбейді. Ол жаққа кіргізбейді деп ойлаймын мен де. Бірақ та енді басқа да өрт осында болды деген жерлерді мен сіздерге көрсетуге тырысамын. Дәл қазір біз міне қараңыз, таулардың арасымен серпантинмен кетіп бара жатырмыз. Себебі білесіздер ғой, Голливуд деген жазу бар ма, үлкен ақпен жазылған. Сол осы таулардың бөктейлерінде дейтін бет, бөктейлерінде бөктемей. Таулардың басында орналасқан деп айта берейінші. Қазір біз сол жаққа қарай жақындаймыз, көреміз. Қалай екен, жазу жанып кетті ма, жанып кеткен жоқ па, ол жазу бар ма? Мүмкін ол жазу Голливуд деген жазу жанып кетіп, орнына қазір Болливуд деген жазу қойды ма? Немесе одан да басқа бір қандай Казливуд деп жазу қойды ма, көреміз қазір, Бізбен бірге болыңыздар. Бізбен болғанда менімен бірге болыңыздар. Ей, жанбаған Голливуд деген жазу, міне қараңыздар. Бұл емес, Бұл жазу емес қой. Бұл жазу емес екен. Жарайды, басқасы екен қазір. Бірақ енді мына жақтағы үйлердің бәрі аман есен, сау, ағаштар да сау, дым болмаған. Негізінде Голливуд Хиллс деген ауданда өрт болды. Бірақ ол деген мына таулардың ар жағында орналасқан сияқты. Қай жақта орналасқан? Аза жақсырақ біледі, өйткені Аза осы Лос-Анджелесте туылған. Аза Голливуд Хиллс деген қай жақта? Міне қараңыздар, үйлердің бәрі аман есен, ағаштардың бәрі тұр, жанбаған. Міне мына жақта үйлер. Қазір біз неге Голливуд жазуы көрінетін саябаққа жақындап келе жатырмыз. Мен сіздерге сол жазуды көрсетемін. Біз деген қонақтар келген кезде үнемі алып келетін саябаққа келдік. Ол Лейк Холливуд парк деп аталады. Сол саябақтан жазу өте керемет көрінетін. Мына қараңыздар, міне таулы мекендер, бұл жақта ештеңе болмаған. Ал міне Голливуд жазуы тек қана саябақты уақытша жауып қойыпты. Бірақ саябақты емес, тек ортасын сияқты. Тек мына жағын жауып қойған. Жұмыстар жүріп атқаннан кейін міне work area уақытша жабық дейді. Ал мынау міне Голливуд жазуы ештеңкеде жанбаған достар. Біз мифтарды бұзамыз. Миф деген порошок кімнің есінде? Сол порошоктарды бұзамыз да біз тайт қолданамыз. Жақындайық. Мүмкін бұл өтірік жазу, немесе қайттан орнына басқа жазуға қойды екен. Қалай елестер? Көрініп тұр ма? Мынау міне осы Hollywood Lake деген саябақ. Негізінде күшті саябақ. Осында неге Лос-Анджелесқа келетін болсаңыздар, осында келсеңіздер болады. Мына жазудың фонында суретке түсесіздер. Одан кейін ар жақта кішкентай балалар ойнауға арналған балалар алаңы бар. Балаларыңызбен болсаңыз осы паркқа келіп дем алсаңыз болады. Міне үйлер бәрі аман есен. Жазуды көрдік. Адамдар фотоға түсіп жүр. Оны да көрдік. Сондықтан интернеттегі өте көп фейк ақпараттарға сене бермеңіздер. Достар, картоппастар. Міне қараңыздар, жақынырақ көрініп тұрмас сіздерге? Өрттің салдарынан Голливуд сайын жауып қойыпты. Ар жаққа өтуге болмайды екен. Негізі бұрын өтуге болатын. Жаяу, қазір өтуге болмайды екен. Тағы адамдар келіп түсіруге. Тұр ғой үстінде. Міне достар, жақынырақ келгенім. Қараңыздар. Бірақ та кіруге болмайды екен.
Өкінішке орай міне қараңыздар. Жабық. No public дейді адамдарға. Болмайды кіруге. Бірақ әне жазу нормально бәрі. Қасында ештеңке өртенбеген. Соған қарағанда өрт болған болса да, арғы, мына таудың арғы бетінде болған шығар мүмкін. Негізі андай пофигист болсаң ше бара салуға болатын еді. Бірақ та мен андай законопослушный гражданинмін да, сол үшін барғым келіп тұрған жоқ. Адамдарға кіруге болмайды десе кірмеймін. Бірақ өтіп кетіп бара берсең болады. Заңға бағынайық достар. Маркермен жазылған заң болса да ол заң. Маркермен жазып қойған ғой қарасаңдаршы. Азы. Маркермен жазылған, әлде маркермен жазылған заң ол заң емес деген бар ма? Бар ондай заң. Бар ма? Оны қарамен жазсаң бұл. Қарамен, Блин, жарайды ал. Міне біз деген төменге түсіп бара жатырмыз. Үйлерді көрсең, қарасаңыздар болады. Міне барлық үйлер тұр орындарында. Ешкімге ештеңке болмаған. Мына жақтан оңға ма? Негізінде ыңғайсыз жерде орналасқан. Ыңғайсыз жерде орналасқан емес, жалпы таулардың арасында тұрған ыңғайсыз сияқты ғой. Жері тар, күнде көтеріліп түсу деген жаңа айтып отырмыз да аз екенбіз. Ығырығыңды шығар жереді ғой, мынаны қараңыздар міне. Үйлерді көрсейін мен сізге, Голливуд жақтағы үйлерді. Стоп. Барлығы әдеттегідей өздерінің өмірлерін сүріп жүр, жұмыстарын істеп, сабақтарына барып. Яқтан тағы біреулер келе жатыр. Үйлер ескі мына жақта ше? Дизайндары, архитектурасы. Коптар емес мен алдым да. Security. Міне тағы бір жерден сіздерге көріністі көрсетейін. Голливуд деген жазуға, ол төменге түсіп бара жатқан кезде осы көшемен көрініп тұрады жазу. Көрдіңіз ба? Көріп алдыңыз ба? Қысқасы жазу аман есен, көрдік, көзіміз жетті. Өрт болған болса да, бағанағы айтқанымдай, мына таудың арғы бетінде болған сияқты. Бірақ енді о жаққа, ол мына жақпен өте алмайсың, айналып бару керек. Және айтқанымдай дәл өрт болған аудандарға өткізбейді, жауып тастаған бәрін. Деп ойлаймын енді мен. Барып көрмедім өз басым. Сол, міне ғимараттар бәрі аман есен тұр. Барлығы орнында. Ана жақта қараңыздар, бір нәрсе жанып жатыр. Бұндай өрттер жиі болып тұрады Лос-Анджелесте. Көбінде үйсіздер бір нәрсе жағып, андай жылытам деп бір нәрселер жағады, диван жағады, көрінген нәрсені жағуы мүмкін. Тамақ дайындаймыз деп бір нәрселер жағады, сөйтіп осындай өрттер болып тұрады. Мінекей достар, дәл қазір мен сіздерге көрсету мақсатында өрт болған аудандардың біріне келдім. Алтадена деген аудан, ар жақта кіргізе ме кіргізбей ме білмеймін, бірақ та мына жақтан бастап көрсеңіздер болады. Мынаны қараңыздар, көп нәрсе жанып кеткен. Міне мына ағаштарды көріп тұрсыздар ма? Біраз міне мына жердегі мыналар ортадағы көп жерді жауып тастаған, мынандай ленталармен арнайы. Міне бұл деген Пасадена деген қаланың үстіндегі Алтадена деген қала. Міне қараңыздар, мына жердің бәрі жанып кеткен. Бұл әзірше енді тек андай таулы жерлердегі сол ағаштар. Үйлерді енді білмеймін, көре аламыз ба, көре алмаймыз ба. Ана жақты қараңыз, міне мына жақтарға қалай жанған. Міне мына жақтағы үйлер ғой, мынаны қарасаңыздар. Мынау енді үйлер ма, білмеймін енді. Андай бір зданиялар ғой, в любом случае, мынаны қараңыз, бәрі жанып кеткен. Мынаны қараңыз, мына үйлерді қараңыз.
Кейбір үйлер бірақ өз қалпында. Мына жақта жұмыстар болып жатыр. Міне мына жақтағылар жанған. Жаңа мына жақта кіріп келе жатсам, знак қойып қойған, сіз өрт болған зонаға кіріп келе жатсыз. Бұл жақта енді қауіпті. Өзімнен қараңыздар, мына үйлер жанып кеткен. Өзіңіздің риск және страхыңызға қарай. Өз-өзіңізге жауап бересіз, біз жауап бермейміз деп отыр қандай. Мына қараңыздар, мынау үйлер жанып кеткен, мынау үйлер. Мына жақта вообще дым қалмаған ойналардан. Бір қызығы, кейбір үйлер жанған, кейбір үйлер орнында дым болмаған. Міне осы таулардан ғой, жалпы осы таулардан келген өрттер ғой, мына таудың ар жағында ормандар бар, солардан келген өрттер. Содан келген өрт жел арқылы, жаңағыны шоқтар арқылы. Бір тірі жан көрінбейді, көліктер де көп көрінбейді. Соған қарағанда көбісі үйлерін тастап кеткен сияқты. Жалпы енді барлығы жанып кеткен деп айта алмаймын. Бұл жақта андай көп үйлер жанбаған, өз қалпында тұрған үйлер көп, және жанған үйлер бар да. Сол бір қызығы, мысалға, бір үй жанған, қасындағы үй жанбаған деген сияқты, сондайлар бар. Енді сол мынау үйлер, мысалға, қараңыздар, қалпында тұр әлі. Сол айтады. Мынау үй, мысалға, жанып кеткен, мынаны қараңыз, түгелдей жоқ. Көліктер жанып кеткен кәдімгідей. Сол енді қалай екен енді осында тұрған адамдар сол кездері қандай қорқынышпен, қазір тіпті даже мына пожардан кейін де қазір енді қайттан келіп осында тұратын болса, қандай қорқынышпен тұрады, әлде тұрмайды деп ойлайсыздар ма, келмейді деп ойлайсыздар ма? Бірақ енді әркімнің жағдайы әртүрлі ғой, біреулерге келу керек. Біреулер енді өзіне позволять ете алады, келмей, басқа жақтан үй ала салып тұра беруге. Мынаған қараңыздар, мына жақтар бәрі жанып кеткен. GTA-дағы сияқты военный хаммерлар бар ғой, сондайлар тұр ғой, кейбір көшелерде. Оны енді қасында военныйлар тұр да, просто бүйтіп в наглую түсірейін десең ыңғайсыз. Мына жақтағы мына үйлерді қараңыздар, міне мынау жанып кеткен үйлер көрініп тұр ма? Мынаны қараңыздар, жанып кеткен. Мына жақта көптеу екен. Мына ортасына қарай кіріп баратқан сияқты адамдар жүр, съемочный группалар жүр ғой, өмірі. Военный хаммерлар деп тұрған, көрдіңіздер ма? Қасында военный тұр, сол үшін кішкене ыңғайсыз түсірген. Міне мына жақтағы үйлерді қараңыз, жанып кеткен. Менде әлі андай бар екен, ұяламды түсіруге. Міне мынау үйлерді қараңыз, жанып кеткен, мынау үй жанып кеткен. Міне мына жақтағы үйлер жанып кеткен. Машиналарды өте көп жұмыстар жүріп жатыр. Мынау үй мысалға жанбаған. Оның көрші үйі міне мынау жанып кеткен, мысалға. Түгелдей жоқ болып кеткен. Мыналар жоқ болып кеткен. Мына жақтағы үйлер жоқ болып кеткен. Мынаны қараңыздар. Сақтасын. Мына жақтардың бәрі жанып кеткен екен. Мына үйлердің. Мынаны қараңыздар. Міне мынау жақты қараңыздар. Мына жақты қараңыз.
көп үйлердің каминдарын көріп байқадым. Каминдары тұрады, тек каминдар андай неден жасалған ғой? Кірпіштен ғой. Сол үшін каминдары ғана тұрады көп үйлердің ше. Мына машина қараңыздаршы. Айтқанымдай міне қараңыздар, каминдар қалады. Каминдар себебі кірпіштен болғаннан кейін қалады. Бұлай үйдің бәрі жанып кеткен. Көп жерде жөндеу жұмыстар жүріп жатыр. Жөндеу болғанда енді қалпына келтіру ма, енді қандай. Машинасымен бірге. Мына жақтағы үйлер. Шамамен осы достар, біз қазір төмендеу жағына түсіп кеттік. Қаланың барлық көшелерменен жүрмедім. Көп көшелер жабық, өте алмайды екенсің. Знактар қойып қойған. Сосын алдарында нелер тұр, андай военныйлар тұр. Бұлай жалпы енді жүре алатын жерлермен жүріп, кішігірім көрсетуге тырыстым. Сосын андай жаяу жүрмедім, өйткені білмеймін қалай болатын жаяу жүрген бұл жақта да. Ұстап алып камерам тартып алса, сосын вообще дымсыз аласыздар. Одан да осы. Міне андай военный камер көріп тұрсыздар ма? Сондай өте көп камералар тұр. Көмектесетін адамдар өте көп тұр. Волонтерлар міне мына жақта тұрған. Маска таратады, тағы да басқа көмек деген сияқты. Осындай қорқынышты екен, бірақ андай қорқынышты болғанда андай жүрегің ауырады екен андай жерлермен жүргенде. Енді қазір сіздерге жаңағы фейк видеолар бар ғой. Біреулер оны шын қабылдап жатыр, мысалға Лос-Анджелес қаласының даунтауны, яғни орталығы жанып жатыр деген видеолар тараған, немен жасалған, искусственный интеллектпен. Соны тексеріп көреміз. Лос-Анджелес қаласының орталығына барып кеттік. Лос-Анджелестің орталығына да келіп қалдық, достар. Маған ана видеоны жіберген Лос-Анджелестің орталығы, ана биік ғимараттар бар ғой, небоскрептар, сол жанып жатқан видеоны жіберіп, осы рас па деп, осындай болып жатыр ма деп. Ол деген искусственный интеллектпен жасалған, жасанды интеллектпен. Қазір деген жасанды интеллекттен қорқу керек. Ал Лос-Анджелестің орталығы, міне қараңыздар. Күн шуақты Лос-Анджелес аман есен, орталығына от жеткен жоқ, бәрі орнында, бәрі қалпында. Бір көше бар еді осы жерде. Сол көшемен түссең әдемі көрінеді. Небоскрептар екі жақтан. Бұл емес сияқты, бұл көше емес сияқты. Бірақ та міне Лос-Анджелестің орталығы. Бәрі аман есен, бәрі орнында. Адамдар жүр, әне қызыл автобуспен не жасап, тур жасап. Жалпы өрт Лос-Анджелестің орталығына жеткен жоқ та. Жеткен жоқ, мүлдем жеткен жоқ, жақындамапты. Сол себепті көрген видеоларға сене бермеңіздер. Бағанағы көрсеткенім Голливуд жанбаған орнында тұр, және де Лос-Анджелес
орталығы жанбаған. Жанған қалалар ол Pacific Palisade деген, ол алыстау кішкене, және Лос-Анджелесқа жақыны ол жаңағы Алтадена деген қала. Мен жаңа көлікпен өтіп сіздерге көрсеткен. Ал мынау міне осы вид қой маған ұнайтын. Қараңыздар қалай әдемі, қазір төменге кетеміз. Міне бәрі аман есен. Айттым ғой, бұл жаққа тіпті намек та болған жоқ негізінде. Просто жәут андай тұңдырып тастаған өткен күнім деген сияқты тұңдырған адамдар болды. Бұлай, ал шын мәнісіне келетін болсақ, бұл жаққа тіпті тек иісі келді, сәл өрттің, түтіннің. Болды, ал бұлай дым. Міне адамдар жүр, өздерімен өздері жұмыстарын істеп. Жалпы негізінде өрт бар ғой, сол әлі болып жатыр ғой, білесіздер ма? Ормандарда. Негізінде ормандағы өрт бұл жақта Калифорнияда жиі болып тұрады, жыл сайын болады, ол тоқтамайды, бола береді. Тек сол орманда олар бас тастап сөйтіп тұрады да. Бірақ биыл кішкене қиындау болды, өйткені биыл қатты жел болды. Жаңағына ауа райы кішкене посодействовал деймін ба, қалай? Способствовал. Ауа райының сол қатты жел болудың салдарынан жаңағы өрт, шоқтар ұшып, енді онысы да білесіздер ғой, қаттанды отқа қарай, шоқтарға қарай несең, жел соқсаң, желдетсең, одан сайын жанатын. Сол сияқты сол желдердің жел соққаннан, сосын жаңағы ормандағы нелер, шоқтар нетті тарап кетіп, жаңағы орманның төмен жақтарында тұрған қалаларға дейін жетіп алып, сол аудандар, сол қалалар жанып бастады. Сондай болды. Албай негізінде өрт бұл жақта жыл сайын болып тұрады. Міне мынау тағы да ортасында жүрміз, Лос-Анджелестің. Сол себепті достар, интернеттен көре берген әрбір ақпаратқа сене бермеңіздер, тексеріңіздер, әрдайым research деп айтама. Do your own research дейді. Do your own research деген өзіңнің жеке ресерчіңді жаса. Өзің қара, бәрін тексер деп тұр ғой. Ешкімге сене берме деп тұр ғой. Болды, осымен осы. Мен Pacific Palisade деген жақты мен сіздерге Pacific Palisade деген жақ ең қатты жанған жердің бірі, сол Pacific Palisade. Ол жақты мен сіздерге көрсете алмаймын, себебі алыстау ол жақ біріншіден. Екіншіден, ол жаққа енді өткізбейді деп ойлаймын. Бірақ егер бір сәті түсіп, сол жақтармен жүріп жатсам, түсіріп алып, жай енді сторисқа ма бір нәрсеге салармын. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, тіркелмеген адамдар болса, лайк басыңыздар, лайк баспағандар болса, пікірлеріңізді жазыңыздар, жалпы таратып, басқа достарыңызға қолдап қойыңыздар. Маған сіздерден керегі сол қолдауларыңыз тек. Ал мен үйге қарай кеттім. Міне, үйге қарай бара жатырмын. Мен даунтаунға жақын тұрам. Лос-Анджелестің орталығына жақын тұрам. Міне, менің үйім 3 минуттық жерде. Көрдіңіздер ма? Сол достар, жақсы. Аман болайық.